саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар. Мен Мырзабеков Ержан Есілбекович, PhD аға оқытушы. М, Бүгінгі психологиядан дәрісіміз 9-шы дәріс: тұлғаның жеке топтардың қарым-қатынасы. Қарым-қатынас түсінігі түрлері, формалары. Тұлға аралық қарым-қатынас сипаттамалары. Қарым-қатынас стильдері: көшбасшылық, жетекшілік. Қарым-қатынас түсінігі түрлері, формалары. Қарым-қатынас ұғымы қатынас адамдардың ақпарат алмасу, өзара түсінісу және бірін-біріне әсер ету арқылы жүзеге асатын әлеуметтік психологиялық процесс. Ол тұлғаның қоғамда өмір сүруінің және дамуының негізгі шарттары. Қарым-қатынас негізгі түрлері: бірінші, ауызша, вербальды, тіл арқылы сөйлеу, жазу. Ауызша емес, вербальды емес. Ішінара көзқарас, дауыс ырғағы, қимыл қозғалыс. Жеке тұлғалық, екі адам арасындағы байланыс. Жаппай топтық көшбасшылық, көпшілік алдында, ұйым ішінде жүреді. Қарым-қатынас формалары: интерактивті, іс-әрекет арқылы өзара ықпал ету. Перспективті, адамдардың бір-бірін қабылдап түсіну. Коммуникативті, ақпарат алмасу процесі. Тұлға аралық қарым-қатынас сипаттамалары. Тұлға аралық қарым-қатынас дегеніміз, бұл екі не одан да көп адамның эмоциялық, танымдық және әлеуметтік өзара әрекеттестігі. Ашықтық пен сенім, өз ойын еркін білдіру және ондай таңдай білу. Екі, эмпатия, басқаның сезімін түсіне білу, кері байланыс, пікір жауап, реакция арқылы байланыс орнату. Құрмет пен төзімділік, тұлғаның даралығын мойындау. Коммуникативті мәдениет, қарым-қатынас әдебі мен этикасы. Психологиялық маңызы: тұлғаның өзіндік бағасын қалыптастырады, әлеуметтік бейімдеуге ықпал етеді, іскерлік және тұлғалық қатынастарды реттейді. Қарым-қатынас стильдері: көшбасшылық және жетекшілік. Қарым-қатынас стильдері: авторитарлық, басқарушы, шешімді өз қабылдайды, қатаң бақылау орнатады. Демократиялық, топ пікірін ескертеді, ынтымақтастыққа негізделген. Либералды, еркін бақылау, әлсіз қатысушылар өз бетімен әрекет етеді. Көшбасшылық, лидерлік. Көшбасшы топтың мақсатына жетуіне ықпал ететін тұлға. Көшбасшылықтың психологиялық негізі: ықпал ету қабілеті, эмпатия, сенім тудырады. Түрлері: ресми көшбасшы, тағайындалғыш, мысалы, білім басшысы. Ресми емес көшбасшы, топтың сенімін өз іс-әрекетімен алған адам. Жетекші, топтағы ұйымдастырушылық және мотивациялық процестерді басқаратын тұлға. Ол тек нұсқау бермей, топ мүшелерін біріктіреді, бағыт береді. Жақсы жетекші тыңдай біледі, әділ шешім қабылдайды және әркімнің әлеуметін ашады. Қорытынды: қарым-қатынас тұлғаның дамуы мен топтағы өзара орнын табуының негізгі факторы. Тиімді қарым-қатынас сенімге, эмпатияға және құрметке негізделеді. Көшбасшы мен жетекші топтың эмоционалды климатына және жетістікке жету деңгейіне тікелей әсер етеді. Назарларыңызға рахмет, білім алушылар. Осымен тамамдады. Сау болыңыздар.